Негізі бар емес пе, мама? Басқа елдерде экологиясы нашар деген жердің халқына өтемақы беріледі екен. Қоя бер. Жоғарыдағылар шамасы келсе, халқына өтемақы беретін ондай елдер туралы естімеуге тырысады. Тіпті сол елдің өз бетінше жарылқап, қайырымдылық жасап ақша аударып көрсінші, біздікілер соны қалай болғанда да қара халыққа бермеудің амалын жасап бағады. Көрерсің, білеміз ғой. Қартаң әйелдің даусында сенімсіздік бар. Қажыған, әбден көңілі қалған бұл сарынды Дина соңғы кезде жиі байқайтын. Десе де ауыл туралы айтса, болды шешесінің өңі кіре бастайды. Сағынып жүр. Негізі баяғы болғанда сол одақ кезінде деймін-ау. Біздің ауылды уран дейтін жерге айналдырмақ болған екен. Бірақ үлкен кәсіпорын салуға қаншама дүние керек деп, оны әкелу үшін темір жол салмақ. Содан әй қойшы, соншама әуреге түскенше деп ядролық қаруды сынауға берген дейді. Бұлай етіп жердің әбден талақайын шығарып, ешкімге керексіз қылып тастап кеткеннен гөрі сол уран өндірісіне айналырса. Қой, олай деме. Несі жаман, ауылдағы жастарға жұмыс болады. Атырауға вахтаға барып жүрмей, өз үйінен жұмысқа барып келер еді. Қызым, білмейсің ғой, онда тіпті бұл күнімізге зар болып қаламыз ба? Шешесі ойланып отырып баяу сөйледі. Мен мектеп бітірген 1978 жылдары полигондарды жара бастады. Бірақ көрші Серікжан полигон 1966 жылы басталған деп қоймайды. Бірақ ол білетін де шығар, сол сынақ кезінде экспедицияда жұмыс істегеннің бірі соның әкесі. Ылғи ішіп жүретін адам еді. Экспедицияда болғанда болгардың шарабын ішіп, чехтың сырасын сыздықтатып, қолға түспейтін колбаса мен сарымай жеп отырдық деп өзі айтқан талай. Су ластанып, топырақ улануы сол кезден басталған шығар. Жылқылар үйірімен құлап, далада өліп жатқан киіктерді өзімізде талай көрдік қой. Обалтағай, айтпақшы, мам, біздің ауылда осы полигонның зияны әлі бар жоғын тексеру үшін 2 жыл зерттеу жүргізді емес пе, деді Дина бір мезетте. Әлгі комиссия ма? Олардың жұмысын қой. Көз алдау әшейін. Бұл жердің ластануына дәл қазір полигонның еш қатысы жоқ. Ауру түрлерінің көбеюі адамдардың өмір сүру салты, әлеуметтік жағдайлардың толық шешілмеуінен деп қорытынды жасапты дейді. Бәлду, бәрі өтірік деген ғой. Ойбу, әңгіме айтамыз деп түн жарымы болыпты ғой, Димаш. Сен ұйықта, ертең жұмысыңа тұруың керек. Ал мен ұйықтай алсам көрейін деп бетін қабырғаға бұрып жатқан қартаң әйел тағы да өз ойымен болып кетті. Ауылда үлкендерді былай қойып, жастар арасында қан қысымы мен жүрек ауруына шалдыққандар көбейген. Сол жердің жамандығы жақсылы, дәрігері болғасын біледі. Радиацияның азғантай әсерінің өзінен қан тамырлары іш жағынан жарылып жатады. Соңғы кезде гипертониялық өзі өзгеріп басқаша түр алғанының да тегін еместігін сезеді. Ол өзінің де сырқатын шамалайды. Тек қызыма салмақ салмасам екен дейді. Гүлмира не күйде екен? Шешесінің өңірі қуара түскен сайын Динаның да көңілі жарым. Онколог дәрігер асқазан рагының 4-ші кезеңінде ем жүргізудің күрделі екенін, егер ертерек келгенде қарын мен талақты алып тастауға болатынын, ал қазір дерт асқынғандықтан күрделі операцияның да көмектеспеуі неғай білдігін, тек химияға иек артып отырғанын айтқанда қыз жылап жібермеуге тырысты. Дәрігер, түсінесіз бе, менің анамнан басқа ешкімім жоқ. Одан айырылсам, айтыңызшы, химия көмектесе ме? Ісікті бірнеше есе кішірейте алатын мүмкіндік химияда ғана бар, бірақ онда да аурудың кезеңіне байланысты. Менің тәжірибемде 7 реттік сеанста 9 сантиметрлік ісікті 2 сантиметрге дейін түсірген жағдай болды. Қалай дегенмен де біз тырысамыз, деді дәрігер көзілдірік үстінен қарап. Оның кейпінде жанашылық бар еді. Ендігі жерде Дина анасына балабақшаның баласындай қарайтын болған. Дәрісін уақытында береді. Бәрі тәртіппен, жас көкөністер үзілмейді. 15 шақырым жерге саумал ішуге апарып тұратын көлікті де тауып келісіп қойды. Қанты көп тәттілерді анасына да рұқсат етпейді, өзі де алмайды. Ұннан піскендерді де азайтты. Жұмыстан келіп күн өткен сайын әл-дәрмені сарқылып, дел-дәл күйге түскен шешесін көргенде белсіздік алдындағы үрейден ойлары әр жаққа ала қашып, өзінше бір амал іздеп таппақ болады. Ақыры шарасыздықтан қалжырап көзі ілінеді. Қызым, өткен жолы енді пойызға мінбеспін деп асылық айтыппын. Ол менің пойызға соңғы мінгенім екен. Олай демеші, мама, егер ауылға барам десең, ұшақ бар ғой, тек айтсаң болды. Бірақ емді үзбеуіміз керек. Сен бекер әуреге түсетін болдың-ау, сені шаршамаса екен деймін. Мам, олай деме, сен өзің де дәрігерсің,
адам ауруға ерік берсе, қандай керемет ем жасаса да нәтиже болмайды. Кез келген ауруға қарсы ем адамның өз ішінен шығуы керек. Жаным-ау, бұл аурудан миллионерлер де құтылмаған. Тек рак деген жанның дерті дегенді бір жерден оқығаным бар. Адам әлдебір қайғысын өз ішіне жия берсе, онысы ішінде ұлғайып, өсіп, ақыры бір жерден тесіп шыға ма деймін. Қайдағы қайғыны айтасың? Мам, мені қорқытпашы. Жә, қойдым. Шынымен де қайдағыны айтып кетіппін ғой. Айналайын, деді мейірленіп қызының самай шашынан сипап. Қазірден айтып қояйын, мені бағып қасымда тапжылмай отырам дегенді ойламай-ақ қой. Оған рұқсат етпеймін. Ас түстімді тазалап, дәретімді төгіп жүргеніңнен ешқандай да рахат сезінбеймін. Одан да алаңдамай жұмысыңды жаса. Бұрын қалай жүрдің, солай ештеңеге алаңдама. Осыны айтқан шешесі ширығып алғандай көрінді. Мам, неге олай дейсің? Бала не үшін керек сонда? Білем, жүрегің шыдамайды, бірақ ақыл есім түсуінде айтып қояйын. Мені бағам деп жұмысынан айырылып қалма. Үлкен қалада жан бағу да оңай емес. Жалдамалы пәтер, ас, суда бәрі де қымбат екен. Сонда не істейміз? Үйде сен ауырып жатқанда ештеңе болмағандай қалай жүрмекпін? Ыршып кеткен көз жасын алақанмен сүрткен күйі шешесіне сұраулы жүзбен қараған. Ауырған адам, оның үстіне жаман ауру, мына қуықтай пәтерің естеніп тұрса, өзің жұмыстан шаршап келгенде тағы мені қараймын деп, ауруым жанға батқанда төрт тағандап тұрып басымды қабырғаға соқсам, қаңылтырдай жұқа қабырғадан бәрі естіледі. Көршілерің жүріп келіп есігіңді қақса. Мама, олай демеші. Керек болса қасыңа дәріңді егіп, жағдайыңа қарап отыратын күтуші медбике аламыз. Жоқ, масыл болғым келмейді. Мен сияқтыларды жатқызып емдейтін жерге барам. Саған бейнет болғым келмейді. Сені қиналмай, жақсы өмір сүріп жүрау деп ойласам, сонан артығы жоқ мен үшін. Паллиативті орталық деп аталатын жерге келгенде, мұрнына ашыған капустаның иісіне ұқсайтын иіс келгендей болды. Бұл жерде 21 күннен артық ұстамайды. Тек қарайтын адамы жоқ, жағдайы қиын болса ғана ұзаққа қалуға болады. Төсекте жатқан шешесінің самайынан сүйген сайын көз жасы домалап, науқастың көңілін ауламақ боп әрнені айтып отырып, аз күннің ішінде оның бет терісі пергамент қағазына ұқсап бара жатқанын байқады. Менің бет әлпетім неге сарғая бастағанын байқаймысың, деген шешесі бұған сығырая көз салып. Маған соншалықты қатты байқалып тұрған жоқ, деп жауаптан жалтарды бұл. Бұл менің ағзам дәріні қабылдамай жатқанынан. Өзі дәрігер адам бұл сөзді қиналысын білдірмей айтты. Жұмысың қалай өзіңнің? Бұрынғыша. Маған намаз оқуды үйрететін кітапты әкелдің бе? Иә, тіпті бірнешеуін алдым. Міне, суреттер арқылы көрсетіп, оңайлатып берген. Деуін десе де шешесінің ендігәрі аяғын нық басып намазға тұра алмайтынын біліп тұрды. Шешесінің соңғы кездері діни хабарлар тыңдап, сүре жаттай бастағаны, жаратушыдан жәрдем тілегендегі жан таласы ма, болмаса өзінше бағыты белгілі сапарға дайындығы ма, әлде сүре жаттасам, біреуге жақсылық етсем, Құдай осы ісім үшін өмірімді сәл де болса ұзартар-ау деген амалы ма, әйтеуір осының бәрі Динаның жарым көңілін одан сайын жасыта түседі. Шешесі бірте-бірте бұдан алыстап бара жатқандай еді. Сырқат әр кезеңде әр түрлі қалыпта көрінетін, кейде теріс қарап жатып алатын, кейде өзінен өзі мінез шығарып, Динаның бетіне қарамай қоятын кездері де бар. Ондайда тастай қатып, қызының жылағанына да жібімейді. Мүмкін Қайран шеше маңдайына кембағалдық жазылған Гүлмираны сағынатын шығар. Бірте-бірте шешесінің алдан ғажайып күтіп жүріп, өмірдің соңғы қақпасына қалай тез келіп қалғанын білген сәтте қолындағы тәттісін әлдекім шапалақпен ұрып, озбырлықпен тартып алған баланың қиянатын шеккен күйін кешіп, тұла бойын белгісіз ыза кернейтін мінезі де әлде қайда жоғалып, жанына бір мамыражай, жайлылық орнап, сабырлы күйге енді. Кейде сөздер оның кеудесін жеп-жеңіл ағыспен шығып, толассыз құйылып жатады. Ажалдан қорықпайтын адамды осы жасыма келгенше көргенім жоқ. Бірақ Динаш, ойлап қарасам, осы маған қойған диагноздың өзі соншама қорқатын да нәрсе емес екен ғой. Қайта бір есептен бұл да дұрыс болды ма деймін. Жан бар жерде қаза да бар. Әйтеуір сені жеткіздім. Тек Гүлмиран болмаса. Қарғамай, не күйде екенсің? Енді қалған аз уақытымда өткен кеткенді ойлаймын. Әр нәрсені есіме алам. Уақыт бар. Саған айтатындарымды айтып кетем. Адам өлімге тәнін емес, жанын әзірлеуі керек екен. Өзің ойлашы, Динатай, қайта осының өзі жақсы емес пе? Ал егер көшеде келе жатып, болмаса автобуста жүрегің ұстап аяқ астынан
жөнеп кетсең не болар еді? Құдай басқа бермесін. Мен сол жүректен қорқам ғой. Тіпті қоштаспақ түгілі жан-жағыңа қарап та үлгермейсің ғой. Айтарым әйтеуір ырымын жасап жерлесең болды. Көрші көлем, Болат көкең бар, көмектесер. Сен қиналып қалмашы тек. Ботам, жалғызсың ғой. Құдай Гүлмиранды да жарымжан қылып қойды. Ол сау болса екеуің бір-біріңе сүйеніш болар едіңдер. Шешесі әлі сөйлеп жатыр. Осының алдында ғана аппақ шөлмектей болып ерні кезеріп жатқан адамның басалқы қалпын тауып ентікпей-ақ сөйлеп жатқаны дәрінің әсерінен, әлде болмаса шешесінің ерік күшінің мықтылығынан екені біле алмады. Сұрайын дегенім, келгелі біреудің келгенінен не бір жаққа кешіккеніңді байқамадым ғой. Ықылас білдіріп жүрген ешкім жоқ па еді? Жоқ әзірге. Жалғыз болма қарғам.